енді анекдот болып кетірген көні. Соны бір-екі жерде айттым мен. Мынау көп адамдар ауылға бар деп айтсам, ауылда не бар? Неге не бар? Ауылда не бар? Тым жоқ па? Не баяғыда үлкен шалдар да қалмады. Үлкен кемпірлер де жоқ, кәдімгі әңгіме айтатын. Сонда әңгіме шығып жүрген кез ғой. Соны рас өтірген білім, Ғазекеңнің аузынан естідім, соны айтайын. Осы Ағойдан ертеректе бір жігіт көшеді ғой, қалаға көшіп кетеді. Қалаға барып, шаруасын дұрыс алды ма, арақ сатты ма, темекі сатты ма, жағдай дұрыс болып кетеді. Ауылда қалып қойған досы айтады ғой, сен ауылға келсейші деп. Сөйтсен айтады, дейді, ауылда не бар? Баяғыда шалдар жоқ, күшті әңгіме айтатын, көкпар айтатын, баяғы бәйгені айтатын деп. Содан бұл қалаға барады. Қалаға барып жаңа күтеді. Барын көрсетеді, алған мәшінесін көрсетеді, асын береді, кафесін апарады, моншасын түсіреді. Сосын бір аға айтады, енді сен ауылға келсейші, біраз болды ғой сен кетті. Елді ұмытып кеттің ғой сен. Қазақ атқа мінсең атаң танымайсың деген сөз бар. Ауылға келсең жей ғой шалым ештеңе жоқ. Бір әңгіме тыңдайын деп барасың, ондай шал кемпір де жоқ. Сол намыстағы еліне келді. Сосын бір күні айтты дейді, мен саған сұмдық әңгіме айтатын шал тауып қойдым. Сосын жаңағы келген ғой енді досына. Келген уақытта Ағойда осы Қалмұшақ қалып қалыпты. Мына Қалмұш Құттыбай деген ауылдар бұл кәдімгідей тілдерін кесіп тастасаң ит жемейді. Өте ащы сөйлейді. Сіздердің шаншарларыңыз сияқты. Тілдері ащы. Содан алып барған бір ақсақалдың үйіне барды. Ассалаумағалейкум деп кетті. Уағалейкум, қарақтарым жоғарысыңдар деді. Бірақ қу тіл шал болса керек. Қай ауылдың баласыңдар деді. Мына екеуін бір қазанын көтеріп, мына жігіттерге қапты. Мына Ағойдың балдарымыз, сол сізге сәлем беріп кетейік деп келдік деп. Сосын қаладан келген досы танымайды, отыр енді еріп барған ғой қасына. Соны айтып, мына қымыздарыңды алып отырыңдар, ас піскенше, қарақтарым әңгімелерін, елдерің аман, жұрттарың дұрыс, дөңгелектерің түгел ғой деп. Жақсы ақсақал, бәрі аман, жақсы жүріп жатырмыз деп. Бір кезде ақсақал отырып, осы Ағойда Бәтима деген кісі өшіп сол бар ма дейді. Сосын бар, иә, мектептің ар жағында тұрады. Ой, заманында керемет қыз көп еді деп айтты. Бір көкпар тартуға барғанда көзіме түсті, екі шаш тоқмақтай екен. Шақты ол да қартайған екен ғой деп. Иә, аман жаз, дұрыс деп отырып айтты. Нұржамал деген болу сөйт бар ма деп айтты. Иә, бар, моншаның жанында тұрады деп. Ой, бидай өнді бір әдем шығызып көріп, бір көкпарға барғанды көзіме түсіп өтті. Сөйтсе, қаладан келіп тұрған жігіт айтады, де, мына шалды тоқтат, мынау біздің шешей тұратын көзіме. Ананың сыбағасын беріп ұстап тұрған шалға. Ауылда қазына бар, ауылда қарт